ау? Қаяқтан тауып алдың нанды? Нанды тауып алыпты, сөйтіп шашыпты. Түрің болсын сен, кәні түрің? Қашып жүрдің. Я, но не на. Қазір салды жинаймыз. Саламатсыздар ма, достар? Қалай жағдайларыңыз? Жақсысыздар ма? Бүгін Құдай қаласа осы видео шығады. Жексенбі күні 6 ноябрь бүгін. 2 айдай болып қалды деймін. Соңғы видеомның жалғасын салам дегеніме. Бүгін сол бұйырып тұр. Бүгін осы залымызды жинаймын. Сол күні жинағанмын ғой негізі. Бүгін монтаждап, енді шығарып жатырмын. Білмеймін, қызым қаяқтан нан тауып алған, нан тауып алып барлығын шашып, жердің барлығы нан болыпты. Негізі рұқсат бермеймін. Залда, басқа бөлмеде жеуге, тек қана асханада ғана жеуге болады балаларыма. Бірақ енді бала болғаннан кейін өйтіп қатаң қып ұстай алмайсың. Жеп қояды. Қазір залдың барлығын реттестіремін. Киімдерді жинап, таза киімдерді жинастырып орын-орнына, сосын жуылған киімдерді жаямын. Сосын жақында сол кезде не шақырғамыз, қонақ шақырғамыз. Соның барлығын орын-орнына ыдыстарын қою керек. Қазір байқайсыздар. Сосын ыдыстарды орнына қойып болған соң пылесостап полды швабрамен жуам. Белімді ауыртып алдым жаңағы. Бұрын алдындағы видеоны көрсеңіздер, ауыр нені көтерген түгім бұрышқа қарай. Сонымен көтергеннен белім ауыртып алдым. Пока что швабрамен жуам, бірақ қолмен жуғанға жетпейді ғой бәрібір. Кішкене белім жіберген соң 1-2 күннен кейін қайттан тазартып жуып аламын. Қызым әдемі мультик көріп отыр. Осының алдында осы видеоны әдемілеп монтаждап шығарған түгімін. 7 адамдай ма көрген шығар, байқаған шығарсыздар. Сөйтсем жалобы деп, авторские права деп шығып тұр. Сонымен өшіріп тастадым. Қайттан озвучка жасап отырмын. Ана телевизордағы дауысыма бір музыканың дауысы естіліп қалған екен содан. YouTube рұқсат бермейді ғой. Музыкасында табу оңай емес. Авторские правамен қорғалған әдем музыкалардың барлығы. Қазір мына бұрыштың барлығын дұрыстап жинаймын. Құдай қаласа. So many heartbreaks, goes back to 2014, and I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it, 'cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. I think she knows that she drives them crazy when she's looking like that. The way she's moving makes them want it so bad. It's the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, 'cause I want her to. Oh yeah, I'm running in circles just to make her react. My heart is racing, yeah, I want her so bad. I wanna kiss her, but I know for a fact that she's way too cool. But I want her to. Oh yeah, ripped skinny jeans and tattoos on both her ankles. 21 Pilot t-shirt, got some stuff. Goddamn, she's so fly, knows how to write a good song, at least better than this. 'Cause if you've seen her, I know that you would believe it. 'Cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Come on and give it a shot, but you'll be missing the cut.
I think she knows that she drives him crazy when she's looking like that. The way she's moving makes him want it so bad. Gets the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, cause I want her to. Oh yeah, I'm running in circles just to make her react. My heart is racing, yeah, I want her so bad. I wanna kiss her, but I know for a fact that she's way too cool. But I want her to. Everyone's taking their shot, showing all that they got, but they'll be missing the cut. I think she knows that she drives him crazy when she's looking like that. The way she's moving makes him want it so bad. Gets the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, cause I want her to. Oh yeah, I'm running in circles just to make her react. My heart is racing, yeah, I want her so bad. I wanna kiss her, but I know for a fact that she's way too cool. But I want her to. Oh yeah. Kiss her, want her to. Oh yeah. Kiss her, want her to. Ал жинастырып болдым. Енді пылесостап пол жуу ғана қалды. Мына жерде перделерімді дұрыстап қойып жатырмын. Байқағандарыңыздай, диванымызды екіге бөлдік. Ана диванымыз Евромебельден алған диван. Мен 1-2 жылда ма несі түсіп кетті. Пружиналары, нелері сомен пружиналарын дұрыстап, реттестіріп, сөйтіп 2 бөлікке бөлдік. Содан бұрын жаңағы астын ашқан кезде көтеріліп тұратын, қазір ұстамайтын болып қалды. Былайша 2-ге бөлген соң ыңғайлы екен. Астында жуып алуға, ато үлкен болып тұрған кезде жууға ыңғайсыз. Жуу керек бұл диванды да. Бір көрерменім айтыпты, немен жуасыз, қалай жуасыз айтасыз ба деп. Құдай қаласа келесі видеоларда диванымды әдемілеп жуып, соны көрсететін шығарым толықтай. Сіздерге қызық болғанына қуанамын. Қажетті болғанына видеоның. Мынау пылесосым жақсы тартатта, нем көтеріліп кете береді кілемім. Андай жабыстырып қоятын жабыстырайын десем, кілемді көбінесе ашып астын барлығын жуған жақсы көрем. Сосын осы жеңіл кілемдерді көтеріп жаюға болатын, қағуға болатын кілемдерді төсеген ұнайды. Жаңағы недегі қозғалмайды ғой, детскийдағы кілем астын жуып алуға, не қылуға. Сосын залға осындай кілем төседім. Арасында билеп қоям. Көңілді жүріп үй жинаған жақсы ғой. Үйіңді тез жиналады. Қазір күшті сөз бар ғой, энергия деген. Бұрын коуч, энергия деген нәрсені білмейтін едік. Қазір құлақ қаласыздар, хоп. Штативім құлақ қалды. Сонымен сондай жақсы көңілді жүріп үй жинасаң, көңілді жүріп тамақ істесең, жақсы энергия болады дейді ғой. Сосын көбінесе тамақ істегенде де бастаған кезде бисмилля деп бастаған ұнайды. Бұрыннан кімінекей швабрамен жуған, енді вынужденная мера дейміз ғой, вынужденный болып тұрмын. Белім кәдімгідей бүгілмей қалды. Жатып, инверсионный стол ғой көтергенім. Сол инверсионный стол беліме деп не қылғанбыз. Соны инверсионный столды көтерем деп қайтты, одан самай белімді ауыртып алды.
әдемілеп бір сүртіп шығамын, сосын екінші рет тағы да сүртемін. Мінекей екінші рет тағы да сүртіп отырмын әдемілеп. Мына қызды немет жаңағы бала ағаларының киімдерін барлығын ақтарып басталды. Ақтарат, бәрін тасып, бәр жерді ақтарған жақсы көреді. Ертең Құдай қаласа кішкене өскесін, тряпка бер, мен жуам дейтін шығар. 2 жылдан кейін қыз болған тәтті ғой. Сонымен кішкене кепкеннен кейін төсеп қойдым. Ертең Құдай қаласа қар жауса, неғса қарға да бір неғып қоям ғой. Ызғарына прям свежий болып тұрады шығар. Балконға 5-ші этажда тұрамыз, 1-ші этажға шығармаймын. Бірақ балкон бар, балконнан неғып қоям, жайып қоям көбінесе. Так, осындай. Мына жерден шаңын сүртем қазір айтпақшы, мына столдың шаңдарды сүрткен жоқпын. Сүртіп шығамын. 1 апта болды енді, шынымды айтсам, жұмысқа шықтық, жарты күнге босады. Кішкене тарсыл естіліп тұр, қызым озвучка жасап жатырмын, қызым кеп тұр, есікті аш деп. Сонымен 1 апталық шаң ғой, жиналып қалған. Тазартып жинадық. Мінекей осындай керемет болды. Енді Құдай қаласа келесі видеоларда асхананы тазартумен айналысамыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.